Сәлеметсіз бе? Еліміздің әрбір азаматы жылына бір рет емхананы еркін таңдау құқығын пайдалана алады. Бірақ сіз таңдаған емханаға тіркелуден бас тартудың бірнеше себебі бар. Бұл дәйексіз құжаттар ұсынылды. Адамның осы денсаулық сақтау объектісі орналасқан ауыл, кент, қала және тағы басқа тыс жерде тұрақты немесе уақытша тұратыны анықталған жағдайда. Шекара маңы аумақтарында тұратын және басқа әкімшілік аумақтық бірлікте емхананы таңдауға құқығы бар тұлғалар ерекше жағдайлар болып табылады. Және емханада барлық учаскелерде тіркелген халықтың рұқсат етілген ең көп саны асып кетті. Егер жоғарыда аталған жағдайлардың ешқайсысы сізге қатысты болмаса, ыңғайлы байланыс арналарының бірі 1406 байланыс орталығы, әлеуметтік медицина сақтандыру қорының ресми сайты, телеграмдағы собачка сақтандыру бот, қолдау 24/7 мобильді қосымшасы арқылы жағдайды анықтау үшін міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру қорына хабарласыңыз.